Так, достар, біз мінекей бүгін сіздерге айтып едім, автосалонға келем. Автосалонға келдім, Сұңқар автосалоны. Бұл жерде көліктерді қарап шықтым. Условиялар өте жақсы, 4 банкпен жұмыс істейді екен. Оның ішінде жаңағы Береке банк та бар. Сосын кейін машиналарының қандай ерекшеліктері бар десем, ерекшеліктері мынандай екен. Әкелген көліктер тексеріледі толықтай. Машиналардың, көліктердің жағдайлары тексеріледі. Сосын оның егерде соғылған жері болса, соғылған жері мынау деп сізге көрсетіп береді. Соғылмаған болса, соғылмаған деп айтып береді. Жалпы қазір машина таңдаған кезде, көлік таңдаған кезде сізге ұсынатын әртүрлі машиналар бар, бірақ сіз оның тарихын біле алмайсыз. Сол жағына қараған кезде бұл сізге бір жағынан жаңағы өзіңіз беретін шығынды алып тастайды. Сондықтан осыны да ескеру керек, достар. Әртүрлі машиналар бар екен, біз бүгін обзор жасамаймыз, достар. Мен сіздерге 1-2 машинаны көрсетіп кетейін. Жалпы қандай машиналар бар екен сырттан қарайтын боламыз. Қазір маған ұнап тұрған бұл жерде мына Toyota 200 көлігі. Так, осы Toyota 200 көлігі бұл 2008 жылғы автокөлік. Жалпы бұнда вторичный окрас жасалынған толықтай. Жалпы жағдайы өте жақсы жағдайда. Мынау сыртқы жағдайы. 2018 жылғы үлгіге жасалынған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Так, 2008 47, пробег 218, бағасы 17 миллион 200. Салонын көрейік. Так, салондарын мен сізге қазір толықтай көрсеткенге. Так, жанып тұр ма? Вообще слабый екен де. Өшіп қалма, жоқ, жанып тұр ма, слабый екен. Салон бізде қапталған. Кожасы осындай әдемі чехолмен қапталған екен. Астына бізде 3D коврик төселген. Артқы орындықтары бар. Арты ашылады ғой да, багажы. Артында мінекей 7 орындық түгел. Жалпы машинаның иісі де, салонның иісі әдемі шығып тұр кәдімгі. Өзінің пробегіне сай деп ойлаймын, жалпы. Бұл машинаны сіздерге көрсетіп жатқаным, бұл машина маған өзіме визуально да ұнады. Сондықтан 2008-дің жылғы машиналардың, көліктердің әрине бағасы осындай болғанымен, олар 2018-ге осылай жасалмаған. Сондықтан бұл ұтымды вариант деп ойлаймын. Қыздырып көруге болады ғой, да? Қыздырып жүрсең. Салоны тап-таза, сыртқы жағдайында екінші окрас жасалынған деп айттым. Бағасы 17 миллион 200. Сұңқар автотұрағында тұр бұл көлік. Қазір басқада 1-2 көлікті мен сіздерге көрсетіп өтетін боламын. Так, достар, мен сіздерге бұл жерде әртүрлі көлік бар дедім. Қараңыз, автотұрақтың үлкендігі. Бұл жерде енді әртүрлі көліктер бар екен, бірақ мен сізге мына иелік туралы айтқым келіп тұр. Бұл иеліктің бағасы 10 миллион. 2011 жылғы 3/5 259 мың пробегпен тұр. Сыртқы жағдайында зазорларын бәрі келіп тұр. Ақау көріп тұрған жоқпын. Осындай мінекей. Бағасы 10 миллион. Ақ түсте өте әдемі иелік бар. Мына бізде 55-тік 2016 2/5 187 мың пробег, 12 миллион бағасы. Газ бензин. Мен бұл көліктерді көрсетіп жатқан себебім, бұл жерде және де жаңағы тюнинг жасалған елулік бар. Под Lexus жасалған.
егер де бір кісілерге сол қызықты болатын болса, мен оны да 2016. Мынау бізде мінекей жаңағы айтып тұрған елулік под Lexus жасалған. Мінекей Lexus тұр NX қасында. Осындай болып әдемі жасалған. 2013 3/5 188 мың пробег, 10 миллион 800 бағасы. Осындай әдемі қара дишікта тұр. Елулік. Под Lexus жасалған тюнинг. Осындай. Бұл жерде енді осындай автокөліктер жақсы жағдайда көп. Сондықтан достар, осы видеоның астына лайк, коммент жазып тастайық. Толық көргілеріңіз келсе, мен бұл автосалонды келіп толық түсіретін боламын.